Барлықтарыңызға сәлем, қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз қазіргі таңда хит болып жатқан карамельный пирог дайындайтын боламыз. Ол үшін менімен бірге видеоны соңына шейін болыңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға ұнымызды електен өткізіп салып аламыз. Ұнымызды салып болған соң сары майымызды немесе маргаринімізді салып, бөлме температурасында тұрған осылай ұнның бетіне салып, қолдың көмегімен мұжып, крошка қамыр жасап аламыз. Міне крошка қамырымыз осындай болып шығады. Сол кезде песочный әдемі болып шығады қамырымыз. Қамырымызды дайындап болған соң оның үстіне разрыхителімізді саламыз. Разрыхителімізді салып болған соң өзімізге қажетті қантты жақсы көрсек көбірек қып саламыз. Мен бұл жерде 4-5 ас қасық қант салдым. Өз қалауларыңызша қанша салсаңыздар да. Оның үстінен бір жұмыртқамызды жарып салып, қамырымызды илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ, жұмыс жасауға ыңғайлы, әдемі песочный қамыр пайда болады. Дайын болған қамырымызды салафанға салып 20 минутқа қойып қоямыз. Міне біздің қамырымыз 20 минуттан кейін алдық. Өте жұмсақ, жұмыс жасауға ыңғайлы қамырымыз шығады. Егер қатты жұмсақ болып кетсе, азырақ ұн сеуіп, жұмысымызды жасай береміз. Жақсылап оқтаудың көмегімен немесе қолдың көмегімен формамызға жайып төсеп аламыз. Формамызға төсеп, бортиктарын жақсылап шығарып, қамырымыздың формасын келтіреміз. Қамырымызды формамызға жақсылап орналастырып болған соң, шанышқының көмегімен, яғни вилканың көмегімен әр жерін тесіп шығамыз. Қамырымызды формамызға келтіріп алдық. Енді салмасын дайындаймыз. 200 грамм дүкеннің қаймағын құрғақ ыдысымызға салып аламыз. Оның үстіне 2 жұмыртқа, оның үстіне қойытылған сгущенка, яғни вареный сгущенкамызды салып, жақсылап миксердің көмегімен араластырып, блендердің көмегімен сұйық масса, біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Вареный сгущенкадан кейін тағы да 1 шай қасықтай кукуруз крахмалын қосамыз. Кремімізді дайындап алдық. Ендігі жаңағы дайындаған қамырымыздың үстіне салмамызды құйып, 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз дайын болып шықты. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге ас болсын. Тез дайын болады, көп уақытыңызды алмайды. Мен бетіне сәндеп сахарный пудра септім, өз қалауларыңызша. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер.
алдын ала рахмет. Күн сайын түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар.